Шіркін, кәрілік келді ғой кезіменен, келін жаман қарайды көзіменен. Мінекей деп қолымен ұрмаса да, ұрғандай қып кетеді сөзіменен. Жақсы әйел айтқан сөзді кектей қоймас, осал жігіт әйелге беттей қоймас. Жауыз қатын қабаған ит сияқты, ер жігіттің түбіне жетпей қоймас. Үш алыстың біреуі аспан мен жер, адамның бір ғұмыры есік пен төр. Өзіңе берілген сол ғұмырда, мағыналы өткізбесең өзіңнен көр. Мен досымнан қорқпаймын, көп болса сатар. Дұшпанымнан да қорқпаймын, көп болса атар. Бәрінен жақсылығыңа қуанбайтын, жамандығыңа қайғырмайтын адамдардан қорқамын, бейтарап жатар. Есіңде болсын, адамдардың бәрі сені тастап кетсе де, Алла сені ешқашан жалғыз тастамайды. Жаныңды шыңдап, жігерлі етер сені күн, өшпесін енді өзіңе деген сенімің. Жеңіліп қалсаң, жинал да талпын алдыға, ақылмен бірге сабырың болсын серігің. Өзінің кір терезесіне қарап, барлық адамдар мен барлық нәрселерді кір деп ойлайтындар бар. Армандар ақылға сыймайтындай үлкен болуы керек. Егер олар ақылға сыйса, бұл арман емес, жай жоспар. Отбасы адамның ең үлкен сынақ алаңы. Егер сен осы алаңда берік бола алсаң, өмірдің кез келген қиындықтарын жеңуге дайынсың. Әр қайсымыз өз күшімізді қоғамды жақсартуға жұмсай алсақ, әлем әлде қайда әділетті, әлде қайда мейірімді болар еді. Егер сіз бақытты өмір сүргіңіз келсе, өз өміріңізді адамдарға, немесе заттарға емес, үлкен бір мақсатқа арнаңыз. Баланың қараңғыдан қорқуы мүмкін. Біз оны түсініп, кешіреміз. Алайда, адамның жарықтан үрейленуі өмірдің ең үлкен қасіреті. Адамның тәнін емдеу үшін оны ұйықтату керек, ал жанын емдеу үшін оны ояту қажет. Ағаштың жемісін күтсең, бұтағын сындырма. Адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Құлап қайта тұрған адамнан мықты адам жоқ. Байлар ақшаны өзіне төлейді, кедейлер ақшаны кредитке төлейді. Адамды өз ойынан басқа ешкім сындыра алмайды. Әр жағдайды айтпа, қадірсіз боласың. Барлығына сене берме, жолда қаласың. Әр құпияны ашпа, жалғыз қаласың. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Бірін-бірі жылатпақ, бірін-бірі құлатпақ. Бірін-бірі жүр аттап, өмір деген күрес қой, мықты болда шыдаппақ. Адамның да ішінде адамы бар, ақылдысы, арлысы, наданы да бар. Жақсының да, жастың да, кәрінің де, уақыттан алатын бір сабағы бар. Біреудің мінін кешірсең, Құдай да сені кешеді. Көңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр шешеді. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың. Екі нәрсе адамда мәңгі тұрмайды, жастығы мен күш қуаты. Екі нәрсе әрбір адамға пайда береді, көркем мінез бен кешірімділік. Екі нәрсе адамның қадірін көтереді, кішіпейілдік және адамдарға көмек. Екі нәрсе бәлені қайтарады, садақа және туыстық қатынас. Кейбір нәрселерден бас тарту керек.
өзімшілдіктен емес, өзіңді құрметтеу үшін. Кейбір адамдардан алыстау керек, өзгергендіктен емес, өзіңді ретке келтіру үшін. Кей жағдайларда жеңілу керек, әлжуаз, әлсіз болғандықтан емес, қарсыласыңды тану үшін. Кейде үнемі күлімсіреуің керек, жағымпаз, жалтақтықтан емес, қиналғаныңды жасыру үшін. Кей сәтте жалғыз қалуың керек, жағымсыз, саяқ болғандықтан емес, өзіңді тануың үшін. Сен ата-анаңның үмітісің, сен қайталанбас тұлғасың, өз өміріңнің белсенді жасаушысысың, сондықтан өзіңе ғана сен. Құдай не жазса, соны көреміз деу, соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны болар деу, ақмақтықтың белгісі. Адам не тілесе, Құдай соны тағдыр қылмақшы. Ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беру, зор қате. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам, толық мәнді интеллект емес деуге болады. Себебі, ол қандайлық мамандық білім болса да, рухани ой тәрбиесінде сыңаржақ азамат болады. Ойым нәрлі болсын десең, өмірге аралас. Өмірдің бетінде қалқыма түбінде сүңгі. Асыл оңайда жатпайды, тереңде жатады. Бүкіл әлемде адам баласы қаншалықты мол болса, соншалықты жалғыз. Оны жалғызсыратпайтын айырылмас адал досы, өзінің ойы ғана. Сүйіп алған сұлуын бағаламаса, әлсіздігін басынап, еркектігін ессіздікке, қажырын қатыгездікке жұмсаса, тапқанын міндет қылса, махаббатын жаңалап жүрмесе, кейбір жігіттерді кемпіріне жәутеңдеген, келініне күні түскен, ұлына сөз етпейтін, қаусаған қарттық, абыройсыз күндер күтуі мүмкін. Мен үшін әр күн ұлы күн, Құдайға шүкір тірімін. Бір минут уақыт деген сөз, бір үзік менің ғұмырым. Өмірге айта берме шағымыңдаса, бірден жеміс бермейді балдырған төп. Қолыңнан не келеді бәрін жаса, қалғанын тәуекел деп Раббыңнан күт. Патшасы құзғын болған елдің басшылары азғын, халқы тозғын болады. Еркек адам жәбірге, әйел адам сабырға. Еркек адам жәбір тартып, таққа жетеді. Әйел адам сабыр қылып, бақытқа жетеді екен. Жақсы жаққа өзгеремін дегенді Алла жарты жолда қалдырмайды. Ақылымды тыңда мейлі тыңдама, біз әйелміз, анамыз. Отбасының данасы ақылшысы, еркек атаң, еркек әкең, бауырың. Ерегісіп қайтесің, кешіре сал, түсіне сал қатесін. Отбасының берекесін алмай-ақ, қайтесің көңілін тап, ақылмен шеше сал қатесін. Мінсіз пенде болмасам да, Раббым шүкір етемін. Әр сәтіме, әр ісіме, әр күніме, әр баламның амандығына, әр жеген асыма, әр басқан қадамыма, әр күлкіме қуанышыма, әр ризыққа, әр нығметке шүкір. Отбасымыз ортаймай, кәрі болып қартаймай, ауырдым деп жантаймай, шуылдаған немере мен шөбереге айқайлай, ұзақ ғұмыр кешейік. Әмин. Құрметті оқырман, жоғарыда айтылған нақыл сөздер сіз үшін пайдалы болса,
арнаға жазыла кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер пайдалы ақпараттар, нақыл сөздер арнамнан көптеп шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.